Бүгін бізде логикалық сұрақтар айдары, сондықтан да миыңыз қалай жұмыс істейтінін видеоның соңында көре аласыз. Бірінші сұрақ. Бұл суретте қай сан жоқ екенін 20 секунд ішінде табыңыз. Уақыт кетті. Дұрыс жауабы 14 саны. Дұрыс жауап берсеңіз каналға жазылып лайк басыңыз. Екінші сұрақ. Алдыңызда фигуралар сіріңкеден құралған. Сіздің жұмысыңыз 3 сіріңкені алып, 4 квадратты табуыңыз керек. Дұрыс жауабы мына 3 сіріңкені алуыңыз керек. Үшінші сұрақ. Алдыңызда әртүрлі заттар тұр. Соның ішінде бір-біріне ұқсайтын 2 затты табу керек. Бір-біріне ұқсайтын заттар мына жерде және мына жерде тұр. Төртінші сұрақ. Логикалық және зейін қою арқылы таба аласыз. Біреулер үшін жауабы 1 және де 12. Бірақ бұл дұрыс жауап емес. Дұрыс жауабы 30. Неге десеңіздер, бірінші және де екінші қатар соңында осы таңбасы жоқ болғандықтан 11 деп аламыз. Бесінші сұрақ. Логикалық сұрақ. Бір адам жаңбыр астында қалып қалады. Ода қол шатыр, бас киім жоқ болса да, шашы су болмайды. Не себепті? Дұрыс жауабы шашы жоқ. Алтыншы сұрақ. Мына суретте неше 3 бұрыш бар? Дұрыс жауабы 7 3 бұрыш бар. Енді видео басында айтып кеткендей, нәтижені көре аласыздар.